мына біздің Маңғыстау халқының біздің бәрі ортақ ата-бабаларымыздың осы бүкіл қазаққа ортақ ел жерді қорғаған батыр бабаларының тарихының бір беті 1856 жылғы Балуанияз батырдың соңғы жеңісті жорығы. Сол соңғы жеңісті жорығын зерттеген қазақ халық шежіреші ақыны Өмірзақ Қалыбайұлы ағамыз. Сол ағамыздың зерттеген батырларын толықтырған сол жорықтың ішіндегі болған Есмағамбеттің баласы, Төленің баласы Сәду деген Өмірзақ Қалыбайұлының құрдасы зерттесіп, толықтырысып, оны газетке шығарып, оны Итемген деген маңғыстаулық шетпелік ақсақалымыз басқа бір газеттерге де бастырып, өзінше мақала жазып, ең соңында осы маңғыстаулық зиялы қауым азаматтардың көшбасшысы Өмекеңнің тілегін қабылдап, барлық зиялы азаматтар, үлкені кішісі осы Маңғыстаудың маңдайындағы жұлдыздары мақұлдап, мына Қарағанды босағаға бір белгі қою жөнінде ұсыныс қабылданды. Оны қазіргі қаламыздың әкімі, сол кездегі Қарақия ауданының әкімі Әділбек ініміз қабыл алып, сол тиісті істейтін істің бәрін істеп, 3 найзада 3 қалқан есебінде 20-20-дан 60 батырдың тізімін жазып, сол ескерткішті осы Өмекеңдер зиялы азаматтардың барлығының бірлігімен жақсы ескерткіш орнатылған. Бірақ енді біздің Маңғыстаудың ауа райы ыңғайсыздау ғой. Соған енді сол уақыттағы сондай жағдай болғандықтан, оны соңғылығында 3 қалқан қылып қалдырып, мрамор тақтаға жазып қалдырайық деп, мына Ашықбай ініміз Өмекеңмен кеңесіп, сол кезде Қарағай ауданының әкімдерімен кеңесіп, барлығының рұқсатын алып, мрамор тақтаға орнатып ояқта жаздық. Енді сол кезде сол біздің Жаңаөзен қаласының ең жас әкімі сол кездегі ініміз аты кім еді? Орақ Сарбөпеев, Қонғалидың баласы. Сол ініміз сол зиялы қауымның барып белгілеген уақытында, жоспарлап тұрған уақытта мына жерде болғаны жақсы. Тарихи оқиға 1826 жылдың соңғы Балуанияздың соңғы жеңісті жорығы бәрі ескерткіш болған жақсы. Бірақ бұған әдейі арнап өмірінде бір рет, екі рет келсе келер, жалпы халық келе алмайды ғой. Ол үшін елбасымыздың айтқанындай бүкіл тарихи танымдық үлгі өнегеміз біздің ұрпақтың мол жүретін жерінде болу керек. Ол үшін біздің қаламызда істесе қалай болады деді. Адайдың 60 батыры аллеясы, алаңы іске асып, міне осындай ұрпаққа ата мұрамыз, асыл мұрамыз орындалды. Міне әрине 2011 жылы әртүрлі жағдай болып, уақыттың өтуімен жөндейтін болып, оның осы өтпелі жөндеулерінің бәрін Елубай әкім ағамыз бастап, денсаулығына байланысты, ауысуына байланысты, бұрынғы Қарақияның әкімі, қазіргі біздің Жаңаөзен қаласының әкімі келген бойда ісін жалғастырып, міне осы алаңды көріктендіру, көгалдандыру, ұрпаққа үлгілі өнегелі бір қаламыздың бет айнасы сияқты бағандай көріністі жақсы істі атқартып, жақсы жалғасын тауып жатыр. Маңғыстаудың әрбір жорығы елдің жерінің тұтастығы үшін, бізге біздің осындай тату жақсы мамыражай тірлігіміз үшін қаһармандықпен жанын арымның садағасы деп елді жерді қорғаған батыр бабаларымыздың әрбір уақиғасы бір беттік тарихымыз дегенде, соның бір беті осы болса, сол болашақтағы ана Иса Досанның киносы шығады деп жатырмыз ғой. 15-20 жылдан бері зорға дегенде іске асып жатыр. Сол сияқты Адайдың 60 батыры, батыр бабалар деген соңғылықты бір кино шықса, осы соның бір тұздықты эпизод көріністерінің есебінде қалсын. Мысалға, осы азаматтар бүгін бар, ертең жоқпыз. Ертең мен кетіп қалам ба, бүгін кетіп қалам ба, ол белгісіз. Соның үшін сол ұрпаққа осы азаматтардың, осы зиратымыз, барған жерлеріміз барлығы түсірілсін, естелік болып қалсын деп жатырмыз. Міне, облысымыздың азаматтары әрине бұйырғаны, бәрі де барғысы келеді, бәрі де көргісі келеді. Бірақ бұйырған азаматтар міне жолға шықтық, сәт сапар тілейміз. Ал енді Өмекең өзі айтсын. Енді соңғы жылдар біздің елімізде рухани жаңғыру, болашаққа бағдар, ұлы даланың жеті қыры деп аталатын үлкен маңызды
мәселелер көтеріліп жатыр. Сол бойынша әрбір азамат өзінің туған жерінің ерекшеліктерін, оның тарихын, тілін, флорасын, фаунасын бәрін білуге тиіс. Сөйтіп сол өзінің туған жерін сүю арқылы өзінің туған елін сүюге шығады. Мінекей осы бағытта жасалып жатқан үлкен жұмыстардың бірі мына еліміздің тарихындағы Балуанияз бабамыздың жорығы туралы мәселе. Мінекей Жаңаөзен қаласының азаматтары жақсы бір шаруашылықты ұйымдастырған екен. Мынау мінекей стелла сол бір тарихи үлкен шараға арналған жұмыс. Мынау жанында мектеп, бүкіл осы төңіректегі елдің балалары келіп, колледж бар мынарада. Емхана. Иә, елдің балалары келіп, осы арада талай әңгімелер өткізіліп, туған жердің тарихы туралы көптеген мәселелер айтылады екен. Бұл өсіп келе жатқан ұрпақ үшін керек шаруа. Біз енді мынау қазіргі Өзен қаласында, Маңғыстау түбегінде халыққа қажетті көптеген үлкен шаруалар жасалып жатыр. Өлкенің тарихы зерттеліп жатыр. Өлкенің ұлы адамдары туралы жаңа кітаптар шығып жатыр. Конференциялар өткізіліп жатыр. Бұның барлығы біздің рухани санамызды жаңғыртуға қажет. Біз ұзақ уақыт, 70 жылдан астам уақыт сол өмір сүрген қоғамымызда біздің ұлттық санамызды тоқыратып жоқ қылуға талаптанған алуан түрлі шаралар болды. Тілімізге қауіп төнген кездер болды. Соның барлығы мінекей енді қайтадан қалпына келіп, бүгін ел өзінің тарихына, рухына үлкен бетбұрыс жасап жатыр. Осының барлығына оң болсын дейміз, жалғасты болсын дейміз. Алла сәтін жалғай.